Баршаңызға қайырлы күн. Печенье істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қазақша каналының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Араластырып, шым-шым тұз салып жесеңіздер де болады. Шекерімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бөлме температурасындағы сармайымызды салып, араластырып, ұнымызды алып, разгретитель салып, ұнымызбен бірге араластыратын боламыз. Тестамызға салатын боламыз. Бөліп-бөліп, арасында араластырып тұрсаңыздар да болады. Осылай қылып жақсылап араластырып, басқа ұнның қажеті жоқ. Қолымыздың көмегімен жабысқақтай болады. Домалатып, пакнардың қағазын қолдандым. Пакнардың қағазына тестамызды салатын боламыз. Қолымыздың көмегімен басып жерсеңіздер де болады. Оп-оңай дайындау жолы. Шанышқының көмегімен үстін басып жердім. Баса беріңіздер, бәрібір көтерілетін болады. Араларын ашық қылып тізіп қойыңыздар. Қызып тұрған пешкеде 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Осылай піседі. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қазақша каналының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.